Всем привет! 2 жылдан кейін мен қайттан влог түсіріп жатырмын. Капец, непривычно болып тұр. Менің видео түсірмей кеткеніме уже 2 жыл болған. И мен қайттан қолға алғым келеді. Қайттан осылай сіздермен бірге болып влог түсіргім келеді. Так что бүгінгі күннен бастап влог бастаймын. Мен қазір дайындалып шығып бара жатырмын. Туған күнге қарай уже боянып алдым. Енді қазір шашымды істейтін боламын. Мына затты 2 жыл бұрын менің влогымда көрген боларсыздар. Я пучкалы ресницы соны жабыстыра алмағам сол видеода. А қазір наконец-то жабыстырдым. Видно? Нет? Все, келдім. Образымды көрсетуге толық айналып. Мына жақта да жоқ екен, поэтому просто көрсетсем примерно осындай. Біздің туған күн именинница. Осылай оригинал атырып келіп жатыр қыздар. Туған күннен келдім. Енді қазір макияжымды сүріп тастауым керек. Всем привет! Бүгін уже келесі күн 17 сентябрь. Мен ұйқымнан тұрдым. Енді қазір обед жейін жатырмын, өзім кеш тұрдым. Поэтому осындай борщ істеп қойыпты. Сосын ішіп аламын. Обедімді ішіп алып, енді уборкаға кірісейін деп жатырмын. Что-то желанием қатты ашылып кетті, жасағым келіп. Вот, еще мындай лампа бөлім тайм-лапсқа түсіріп қоямын. Менде енді суббота воскресенье күшті 2 күн демалыс болатын болды. Потому что үйдің бәрін жинап тастадым пятницадан. Енді демаламын. Күшті болып тұрмын бар ғой жинап тастап. Жинап болып жатсам, әже жинап бана әже бауырсақ па? Жинап ба бауырсақ қой? Жау в одном. Бауырсақ жасап қойды. Мына біздің меруерт. Мен вообще ютубқа влог түсіргім келіп кеткен причинасы осы петличка алатын. Көріп қалдым да прям бүткіл есіме түсіп кетті да түсіргім келіп кетті. Сосын өйстіп бастап жатырмын. Сосын өрейін деп жатыр. Сосын еще сушиға заказ беріп қойдық. Қазір келеді, сосын кино тайм жасаймыз. Жаныма қуат берер сүйіп деген сөздер, сенің мөлдір көздерің еркелеп бір күлгенің. Жаныма қуат берер сүйіп деген сөздерің, сенің. Пицца келді, суши да келген, но жегім келіп тұрған жоқ. Поэтому тек әркімнің любимый пиццасы, оны мен жақсы көретін, Әсем жақсы көретін мен отыр енді. Nice. Короче, Әсемге кола болмайды да, ішуге. Соны қызықтырып жатырмын мен. Всем привет! Мен өзімнің влог түсіріп жатқанымды ұмытып кетіппін. Без обид. Короче, бүгін нешесі? Бүгін 18-і. Бүгін уже 18-і. Мен бағана түсте тұрдым. Сосын тұра салысымен жарты сағаттан кейін уже сыртқа шығып кеттік, магазинге қайттық. Мындай заттар алдық да. Продукт алып келдік, короче, үйге. Но түсіруді ұмытып кетіппін, влог түсіріп жатқанды ұмытып кете берем бар ғой. Инстаграмда всегда маскамен түсіп үйреніп қалған. Анда камерамен түскен қызық. Мен ютубта болмаған 2 жылда, почти 2 жылда біраз өзгеріс болды. Енді мен инстаграм подписан жандар білет бүткіл өзгерісті, жаңалықты соның бәрі инстаграмда ғой. Ал ютубқа енді біртіндеп үйренесіздер ғой. Сол бір жаңалықтың сол жаңалықтардың ішіндегі біреуі мен уже 2-ші курспын. ютубты түсірмей кеткенде мен 10-ші класс болғам. Уже 2-ші курс оқып жатырмын. Но бізде қазір онлайн болып жатыр. 2 аптаға, потому что бізде коронавируске байланысты
Короче, тек біздің группаны соңынан 2 аптаға шығарып жатыр онлайнға. Сондай жаңалықтар бар. Бұйырса қалған өйстіп влогтан білесіздер ғой. Болмаса мен инстаграм подписка жасап қойыңыздар, бүткіл жақтан білесіздер сразу. Екеуің арымнан да өккен алыпты. Пико чаума не болып отырсың, бұдан кесе болып отыр. Давай сен тоже пико чау болып. Мен ту адамды шатыстырып жібердің ғой, түсірмеш? Ұрыс. Сосын біздің үйде мысықтар алмаса береді. Новый мысық. Қарашыш камераға. Сәлеметсіздер ме деп айт. Берш қасын. Бар, иә, бар. Да мен не істейін жатыр деп ойлайсыңдар. Сенің желаниясы бойынша бөліне істепейін жатыр. Бір жата қойып едім мен, жатқызып бөліне істеп бер деп. Сенің мөлдір көздерің еркелеп бір күлгенің жаныма қуат берер сүйіп деген сөздер. Сенің мөлдір көздерің еркелеп бір күлгенің жаныма қуат берер сүйіп деген сөздер. Қазір бізде түнгі сағат 2. Біз тонер жеватыр. Үйде подругам ночевкаға келді. Түрін көрсе болмайды. Әсемді көрсең де шын. Әсем дейсің. Ночевкаға әр апта сайын келеді ол. Әсемді ұйықтатсап, ұйықты шөміз жеватыр. Всем привет! Бүгін 20 сентябрь. Мен жуын алдым қазір. Үйде жүрмін. Және де бүгінгі күнге план менде көп, так что менімен бірге болыңыздар. Попыт. Попыт па? Бүйте, лақа. Үйде осындай олдар жүр. Лақа, Өйтіп қарап отырмын. Мен басымды жуған шампунь осы Трикчап деген. 1 ай болды қолданып жүргеніме. Пока нормально. Басқадай кондиционер, бальзам дейтін заттар қолданбаймын. Тек осы шампуньмен жуам и все. Ал мынау менің шаш өте жоқтаған кезде қолданатын затым. Спрей, крем спрей. Осыны себем да, тюжоқтап қоям. Все. Вот шашыма басқа уход жасамаймын негізі. Бетке уход заттарын тек мыналар Медипилдің умывашкасы. Осыны қолданып жүрмін 1 айдан бері. Даже 2 ай болған шығар. Ал сосын мынау тоже Медипилдің увлажняющий кремі. Осы екеуін қолданамын таңертең, кешке тек осыларды. И сосын арасында мынандай маскалар қолданамын. Угольная маска и глиняный маска. Тек арасында. Вот все. В принципе, осылар ғана. Ютубқа 05-тен түсірген қызық сияқты. Мынау осылай күшті да. Мен, короче, сыртқа шықтым. Қазір үйдің қасындағы магазинге барып, Каспиге ақша салып келе жатырмын. Тарифім бітіп қалыпты. Соны салып алдым. Енді қазір үйге қайтадан соғып, заттар алу керек. Почтамен салып жіберетін заттарды. Кеше конкурс ұйымдастырған болатынмын инстаграмда. Вот сол конкурстың сыйлықтарын басқа қаладағы жеңімпаздарға салып жіберемін. Соған үйге соғу керек енді. Жаман емдіріп келдім. Все, алып шығып бара жатырмын. Все, почтадан шықтым. Енді қазір бір съемкаға баратырмын. Рекламный видео түсіру керек бұл жерге. Соған қарай баратырмын. Қазір магазинге соққым келіп тұр. Шөлдік кеттім. Ішетін бір нәрсе алсам. Сосын таксиге мініп кету керек. Вот. Ана шөлдеп тұрып ішетін бір зат аламын дедім ғой. Соған осындай кола алған ғой. Лимон лайм дәмі, короче, күшті нәрсе шығар деп алсам. Оказывается, дәмі ужасын екен. Туалетке себетін утенок бар ғой. Соның дәмі шығады, мен оны ішіп көрген жоқ, но содан да иісіменен дәмі, короче, соған ұқсап тұрды. И ферридің дәмінен де ұқсай ма, короче, ішпей қойыңдар. Ужас екен. Ішіне су құйып алдым, сосын өйстіп. Енді қазір жаңа рекламный видеоны түсіру үшін мұнда келе жатырмық. Центрге түсірілетін видео. Соны түсіруге келіп отырмын. Короче, мен уже үйдемін. И бағана съемкада жүрген кезде заказ етіп қойған мынандай пицца жасындыларға. Солар уже келіпті. Міне, мында сушылар бар. Қазір ашып жейміз. Тағы да кім тамақ жеп қарап жатыр мен влогымда, ас болсын сіздерге да.
Ал енді қазір сабақ оқу керек. Сырес б дейтіндер жазып тастау керек. Но мен ұйқым келіп тұр. Бүгін тіке көзім бәрі ісіп жүрдім ғой. И, наверное, влогымды осы жерден аяқтаймын. Соңына дейін видеомды қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта берсе тағы да күшті видеолар, влогтар салатын боламын. Так что менімен бірге болыңыздар. Мен каналыма подписка жасап қойыңыздар. Комментарий, лайк тоже ұмытпаңыздар. Давайте.